бұл біздің соғысымыз, біз соғыстық. Оны ұлы отан соғысы деп дәріптеудің қажеті жоқ. Негізі Ресейдің ыдырауы, Ресейдің құлауы, Ресейдің бейшара болуы, біздің Қазақстанға өте тиімді. Украинаға берілетін кепілдік деп нені айтуға болады? Не ядролық қаруды қайтару. Трамп Ресейдің шпионы деген әңгіме. Солай деп ойлаймын. Жақсы. Енді бұл территориялық келісім қаншалықты Украинаға тиімді? Онда келесі кезегіміз біздің Қазақстанға келеді. Зеленский тарихта бір қаралатпен қалуы мүмкін деп. Мен деп мақтаншақ. ақш-та демократия жоқ, оны жоғарыдан бір масондар тағайындайды. Трамп Ресейге қарсы еш нәрсе әлі істеп көрген емес. Бәленің барлығын Трамп бастап отқандай. Ең мықты санкция ол эмбарго. Ресей 24 сағатта өледі деген сөз. Сергей Лавров, президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Тоқаев молодец, мысалы, бәрекелді. Бессмертный полкқа тыйым салған биліктің әрекеті дұрыс болды ма? Келіп көрсін, бірінші Калашниковты мен өзім аламын ғой. Амансыздар ма, құрметті көрермендер, Орда Лайф каналы кезекті шығарылымын ұсынады. Бүгінгі біздің қонағымыз саясаткер Уәлихан Қайсар. Уәлихан аға, сұхбатқа қош келдіңіз. Қош келдік. Құрметті Орда Лайф каналының көрермендері, егер сіздерге біздің сұхбатымыз ұнаса, каналға жазылып қоңырау түймесін басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Уәлихан аға, күні кеше Трамптың арнайы өкілі Стив Уиткоф Путинмен кездесті. Жалпы бұл 4-ші кездесу деп айтылып жатыр. Бұл жалпы Путин мен Трамптың арнайы өкілінің кездесу қалай өтті, қандай да бір жаңалық болды ма кездесуде? Енді тым жаңалық болды деп айтуға болмайды, өйткені Уиткофтың мәні, мақсаты, оның лауазымы тек қана челнок ретінде, өйткені Путин мен Трамп екеуі тікелей кездесе алмайды ғой. Бүкіл әлемді ол шулататын нәрсе болып қалады. Сондықтан бір-бірін табырын басып жүрген сондай бір индикатор сияқты ма. Путиннің көзқарасын, Путин Ресейдің позициясын Трампқа жеткізіп жүр. Трамптың көзқарасы, Трамптың позициясын Путинге жеткізіп жүр. Сондықтан бұл тек қана секретный телефон арқылы сияқты болып тұр. Ал негізі ол өзінің ойдан шығаратын ешқандай несі құзыреті жоқ. Өзі ұсыныс жасайтын, ұсыныс беретін оқсыде құзыреті жоқ. Тек қана бір-біріне ақпарат тасу. Сондықтан бұл жағынан Уиткофты аса маңызды рөл атқарып жатыр деп болмайтын да шығар. Бірақ бір айтарлықтай бір нәрсе бар. Ол Трамптың ең жақын бизнес жолдасы. Сондықтан әлбетте Уиткофтың Трампқа әсері өте зор. Мүмкін Трамп тіпті өзінің айналасында жүрген көп адамдардың кеңесшілерінде емес, мүмкін Уиткоф да кеңесші ғой. Уиткофтың жаңағы ұсыныстарын тыңдап алып жүрген адам президент деп ойлауға болады. Сондықтан бұл жағынан Уиткофтың мәні өте зор, ал бірақ мына шешім қабылдаушы ретінде әлбетте ол тек қана бір-біріне ақпарат таситын құрал деп айтуға болады. Балаңыздың сапалы білім алып, ұлттық тәрбиемен сусындап, өз қатарынан оза шапқанын қалайсыз ба? Онда балаңызды Қазбілім ұлттық лицейлеріне әкеліңіз. Қазбілім ұлттық лицейлері Астана, Алматы, Шымкент, Қарағанды, Қызылорда, Қостанай, Ақтау, Атырау қалаларында жұмыс жасайды. Бір сыныпта 18 оқушы таңғы 8:30-нан 4:30-ға дейін толыққанды бір ауысымда білім алады. Ұлттық бірыңғай тестке дайындық, айлсқа дайындық, Назарбаев зияткерлік мектебіне, білім инновация лицейіне, Назарбаев университетіне, шетелдік және қазақстандық топ университеттерге дайындық жүргізіледі. Балаңыздың үздік нәтижеге жеткенін қаласаңыз, дәл қазір көрсетілген телефон нөмірге хабарласыңыз. Осы аптадағы ең басты жаңалық, мына ақш Парижде таныстырылған Украина-Ресей соғысын реттеу жоспары жарияланды. Аталған жоспар бойынша ұрыс қимылдары толық тоқтатылып, қос тарап келісімді техникалық жүзеге асыру бойынша дереу келіссөздерге кіріседі деп жазылған. Бұл келісім жалпы қаншалықты маңызды бір атап өтерлік келісім ба? Енді әлбетте ең басты мақсат жаңа ол соғысты тоқтату, адамдардың бір-бірін өлтіру, адам шығын жоқ қылу.
мына бейбіт қалаларды жермен жексен қылуды тоқтату. Қалай болса да ол жаңағы адамдардың өмірі. Сондықтан ең қымбат нәрсе әлемде осы адам өмірі. Сондықтан бұл жағынан егер қарайтын болсақ, ол шын мәнінде ең басты мақсат осы болып тұр. Жаңа өзіңіз айтқандай, негізі бұл жерде Америка тарапынан 5 ұсыныс түскен. Ал ең бастысы, ең бірінші мақсат осы соғысты тоқтату. Бұл бірден жүзеге аса салатын дүние ма? Енді ол көріңіз, мынау 5 ұсыныс болғанда олар бір-біріне байланысты, тығыз байланысты. Сондықтан бұл кешенді сұрақ. Оны мысалы бір нәрсені қолдап, екінші нәрсені қолдамай ол бола алмайды. Оны тек қана бірдей бесеуіне қолдану керек. Немесе бір ұсыныс қолданылмаса, онда басқалар төртеуін жаңағысы іске асыра алмайды. Сондықтан бұл бір-бірінен бөліп тастау, бір-бірінен бөлек қараудың ешқандай мүмкіндігі жоқ. Ол кешенді сұрақ. Жақсы, жалпы аталған жоспар бойынша Украинаға нақты әрі сенімді қауіпсіздік кепілдігі беріледі және кепілгер мемлекеттер еуропалық және еуропалық емес мемлекеттердің қатысуымен топ құрылады делінген екен. Жалпы Украинаға берілетін кепілдік деп нені айтуға болады? Әскер кіргізу ме, тағы да қандай кепілдік керек? Бұл ұсыныс Еуропаның ұсынысы емес, бұл Америка Құрама Штаттарының ұсынысы, ол Трамптың ұсынысы. Украина бастан айтып жатыр ғой, бұлардың ең бірінші кепілдігі НАТО-ның құрамына кіру, және сол НАТО-ның 5-ші бап, келісімшарттың 5-ші баппен жаңағы енді қауіпсіздік және несінің кепілдігінің астында болу керек деп. Сондықтан ал бұл жерде Трамптың сөзі бойынша Украина НАТО-ға кірмейді. Тек қана Евроодаққа кірсе кіре берсін, оған ешқандай қарсылық жоқ. Және де НАТО-ның әскері Украинада болмайды. Сондықтан егер мен өзім ойым айтатын болсам, Украинаға жалғыз кепілдік не ядролық қаруды қайтару, Бухаресттегі келісім бойынша оны бұзып болғаннан кейін, әрине оны қайтадан Украина өз несінің бұрынғы жағдайына келуі, бүкіл құқықтары толық бар. Немесе НАТО-ның құрамына кіру. Бұдан басқа ешқандай кепілдікті ешкім бере алмайды. Және де байқадыңыз, Америка Құрама Штаттары өздері айтып отыр ғой, кепілдіктің ішінде Америка құрама деп мемлекет деп аталған жоқ. Тек қана Еуропа емес мемлекеттерді. Еуропа емес мемлекеттер ол Австралияда, ол Индонезияда, ол Канадада мысалы, ал Америка Құрама Штаттары егер тікелей өздерінің қатысы болады дейтін болса, онда Америка Құрама Штаттарын нақты айтатын еді. Оны айтқан жоқ. Сондықтан бұл да тағы да бір ойландыратын нәрсе, ойға салатын нәрсе. Егер Америка Құрама Штаттары өздерінің тікелей кепілдікті бермейтін болса, онда НАТО-дан басқа ешқандай кепілдік жоқ. Немесе ядролық қаруды қайтару. Ал мүмкін ба ядролық қаруды қайтару деген мәселе? Ол Украина мамандар жасап ала ма? Украина мамандар жасап алады. Оны негізі Украинаға ол қиын нәрсе емес. Өйткені Украина кадрлар толық бар, экономикалық мүмкіндіктері бар, технологиялық мүмкіндіктері бар. Сондықтан Украина егер ядролық қаруды қайтадан жасаймын дейтін болса, оны 3-4 жылдың ішінде оны жасай алады. Уранды байыту технологиялары оларда толық бар, жеткілікті. Және де сол ядролық қаруды жеткізетін ракеталарды олар жасай алады. Сондықтан егер Украинаға ондай бір келісім бойынша сондай бір мүмкіндік берілетін болса, онда Украина, ал мысалы Қазақстан біз оны істей алмаймыз. Өйткені біздегі технология да жоқ, кадрлар да жоқ, завод, фабрикалар да жоқ, оны салатын жаңағы. Ал Украина толық бар. Сондықтан Украина ядролық мемлекет қайтадан болуына әбден мүмкін. Жақсы, енді жаңағы ақш болсын, Израиль болсын, Иранның ядролық қаруды ұстауына қарсы болып отырады ғой. Ал Украинада дәл солай ядролық қаруға қол жеткіземіз десе, бір кедергі келтірмеуі ма? Кедергі келтіреді, әлбетте кедергі келтіреді. Өйткені енді ол жағынан Украинаға әрине ядролық қаруды қайтару өте қиын. Әрине. Бірақ оларда мына заң тұрғыдан қарайтын болсақ, олардың заңды түрде құқықтары бар.
Өйткені олар бір келісім шарт бойынша ядролық қарудан бас тартты. Бірақ сол келісім шарт жұмыс істемейді. Жұмыс істеп тұрған жоқ. Сондықтан олар сол келісім шарттан өздері бас тарту толық құқықтары бар. Сондықтан заң тұрғыдан оларға ешкім еш нәрсе айта алмайды. Экономика жағынан әлбетте Европа болсын, Америка құрама штаттар болсын, әрине олар кедергі жасайды. Жаңа өзіңіз де айтып өттіңіз, ақш Украинаның НАТОға мүше болуына қарсы болып отыр, бірақ Европалық одаққа қосыла берсін деген секілді оған бір қатты наразы болып отырған жоқ. Трамп неге Украинаның НАТОға қосылуына қарсы болып отыр? Өйткені НАТО Ресейден қорқып отыр. Ол біріншіден. Екіншіден Трамп Америка құрама штаттар Ресейден қорқып жүр. Ол біріншіден. Екіншіден Трамп кейде таң қаласың өзіне, Путин сөзін сөйлейтін адам сияқты. Путин агент пе, Путин шпионы ма, Путин жаңағы адамы ма деп ойлайсың. Өйткені қисына келмейтін нәрселерді көп жасайды Трамп. Сондықтан ол Путин агент деп, мысалы, мүмкін шындықта бар шығар. Және де Уитков Путин адамы толық. Біз білеміз, мысалы, Трамп бұрын Ресейде қанша 3 рет болып кеткен. Президент болмай тұрып. Уитков бірнеше рет барып тұрды. Және Уитковтың жездесі Ресейде бизнесі бар адам. Сондықтан олардың жаңағы өздерінің экономикалық, бизнестік мүдделік бар Ресейде. Осыны еске міндетті түрде алуымыз керек біз. Сондықтан солай деп ойлаймын. Жақсы. Енді Путиннен қорқады дейсіз ғой. Ал енді мынау Ресей, ақш жалпы өзін демократиялық мемлекет деп есептейді. Оның бір республикалық партия бар, демократиялық партия бар, жалпы азаматтық қоғам бізбен салыстырғанда әлдеқайда дамып кеткен. Егер жаңағы бұған дейін айтылған қауесет па, әлде шындық па, жаңа Трамп Ресейдің шпионы деген әңгіме, егер рас болса, егер жаңа бизнеспен байланысты болса, неге партия тоқтатпайды Трампты? Жоқ, айтылып жатыр. Бірақ оған дәлел керек қой. Дәлел керек. Оған нақты құжаттар керек, нақты жаңағы қағаздар немесе жаңағы электрондық іздер болу керек. Бірақ олар әзірше болмай отыр ғой. Бірақ демек, тіпті Трамптың өз партиясының, республикалық партиясының өкілдердің палаталардың мүшелері, сенаттың мүшелері кейде мысалы анда-санда мінберге шығып айтып жүр, мысалы Трамп Путин шпионы, Путин адамы деп, Путин тыншы деп айтып жүрді. Ал бірақ толық оны дәлелдеу үшін қолда нақты дәлел болу керек. Егер ертең дәлел келетін болса, онда меніңше Трамп бір күн ішінде оған импичмент жариялап, ол тақтан ұшып кетеді. Жақсы, бұл сұраққа қайта ораламыз. Жалпы жер бөлінісі туралы айтайықшы. Жер бөлінісі бойынша ақш де-юре Қырымды Ресейдің жері деп мойындайды, де-факто Луганск облысын толықтай Ресей бақылайды деп мойындайды. Сонымен қатар ақш де-факто мына Запорож, Херсон, Донецк облыстарының кей бөліктерін Ресей бақылайды деп мойындайды, және Украинаға Харьков облыстарын толықтай өз бақылауына алуға рұқсат береді. Жалпы бұл территориялық келісім қаншалықты Украинаға тиімді? Ол екі жаққа да тиімді емес, өйткені ол Ресейге де қолайлы емес, Ресей қабылдайтын ұсыныс емес. Және де тіпті Украинада қабылдамайды, ондай келісімге келмейді еш уақытта. Біріншіден, екеуінен де екі мемлекеттің конституциясына да екі жаңағы осы облыстар кіріп кетті. Ол Ресей мысалы конституция өзгертуіміз керек дейді, және Украинада конституцияны өзгертуіміз керек дейді. Сондықтан бұл екі жаққа да қолайсыз ұсыныс. Сондықтан бұны Ресейде қолдамайды, бұны Украина қолдамайды. Енді жарайды, Ресейді айтайықшы, Ресей мысалы конституцияны бір күн ішінде өзгерте алады. Оларға қиын емес, Путин не десе соны дейді. Ал Украинаның конституцияны өзгерту, ол өте күрделі жаңағы тетік. Өйткені Украинаның конституцияны өзгерту үшін, мысалы, ол жай Зеленскийдің қолына келетін нәрсе емес. Оны өзгертулерді қазіргі болып отырған парламент қабылдайды.
бірақ келесі парламент қана оны бекіте алады. Сондықтан қалай болса да тіпті қазір конституция өзгеріс енгізсінші, мысалы, жарайды, осы Крым, Луганск, Донецк, тағы 2 облыстар Ресейге кетсін деп, ол ең алдымен қазіргі парламент қабылдау керек оны. Ал бұл қазіргі парламент мына соғыс біткенше бұл парламент таратылмайды. Және де екінші шақырылған парламент, келесі шақырылған парламент оны бекіту керек. Сондықтан Зеленский тіпті өзім жарайды келсем дейтін болса, ол Зеленскийдің құзыретіне жататын нәрсе емес. Сондықтан бұл ақш оны білмеуге тиісті емес, міндетті түрде біледі оны. Сондықтан бұл меніңше арнайы осы мәселені тупикке алып келетін, тығырыққа тірелетін бір ұсыныс болып тұр. Және сіздің жаңа естіген шығарсыз зерттегенде, мына Путин деп Зеленский Трампқа былай деп жауап берді ғой. Жарайды, біз Қырымды беретін болсақ, ал ертең Қытаймен сұрақтарды қалай шешесіңдер? Егер Қытай Тайваньды жаңағы әскери күшпен басып алам дейтін болса, онда сонда қалай? Қырымды мойындағаннан кейін сен Тайваньды жаңағы Қытайға өткізіп беруге мәжбүр боласың деп. Оны Зеленский жаңағы Парижге жіберген хатында солай деп айтылған. Ол да бір үлкен сұрақ қазір Трампқа болып тұр. Ал экономика бойынша ақш пенен Украина пайдалы қазбалар бойынша экономикалық әріптестікті нығайтып, Украина толықтай қалпына келтіріледі және Украинаға қаржылай өтемақы төленеді деп жатыр. Бұл жоспар Украина үшін тиімді ма, жоқ әлде тиімсіз ба? Енді экономиканы дамыту әр мемлекетке тиімді ғой, бірақ оның бағасы қандай? Ол үшін нені төлеу керек? Ол үшін Қырым мен 4 облыстарды беру керек. Ол үшін Запорожье АЭС-ті беру керек, Ол үшін көп жаңағы өзінің мүддесінен айыру керек Украина. Ал енді бұл ақшқа түкке тұрмайтын нәрсе, өйткені Ресейдің бүкіл бұғатталған ақшалардың 300 миллиардқа жуық, ол бәрі Европада. Америкада қанша бір 100 миллиардқа жетем, 70 миллиард па сондай ақшасы ғана. Ресейдің ақшасы Америкада бұғатталған. Сондықтан әрине ол Америка Құрама Штаттарын өздерінің тараптан жоғалтатын жаңағы айырылатын нәрсе дым емес. Ол бәрібір оны көтеретін Европа. Сондықтан Америка ол айта береді жаңағы Европа көтерсін. Және де Украина ол Европа мемлекет, Европадағы жаңағы Европа құрамындағы орналасқан мемлекет, ел. Сондықтан бүкіл қарым-қатынастар тек қана Европамен. Бұл жағынан кімнің Трамптың сондай бір ойын болып тұр да. Енді қалай деп, плохая мина, плохое лицо деп и плохая игра, плохое мина деп. Сондай ойын ойнап тұр да. Бұл жағынан Украинаға жалпы негізі экономика тиімді, жалпы жаңағы 300 миллиард доллар Ресейдің ақшасы Украинаға құйылса, ол да тиімді. Бірақ ең қымбатты, ең жаңағы маңызды ол жер ғой. Украина жер болмаса, ол ақшаны қайтеді. Жер болмаса, ел болмаса, ақшаны қайтеді. Сондықтан меніңше бұған Украина еш уақытта келісім бермейді. Жаңа айттым, сосын жерден айырылу үшін мысалы оларға конституцияны өзгерту керек. Ол Зеленскийдің қолына келетін нәрсе емес, ол парламент қолына келетін нәрсе емес. Ал Украина халқы орыстарға қазір соншама енді жұмсақ айтсақ наразылық, былайша жек көріс ең жоғары деңгейінде. Сондықтан олар өз жерімізді орыстарға береміз деп ешқашан да олар келіспейді. Бұл енді бір 150 жылға болып қалатын нәрсе, енді бір-бірін жек көреді олар. Сондай-ақ ақш жоспары бойынша 2014 жылдан бастап Ресейге салынған санкциялар алынып тасталады деп отыр және ақш пен Ресей арадағы экономикалық әріптестікті қайта жандандырады. Бір тыныш жатқан мемлекетке басып кірген Ресейге жалпы оған салынған санкциялар бірден алып тастау бір әділетсіздік емес пе? Ол әділетсіздік, ол енді бұл жерде енді біз өзімізді ойлауымыз керек,
қазақ жерімізді, қазақ мемлекетімізді. Өйткені 2014 жылдан бастап салынып жатқан санкциялары, Ресейге салып жатқан санкцияларды егер алып тасталынатын болса, онда әлбетте Ресейдің экономикасын күрт көтеріледі, жоғарылап кетеді. Экономикасының жағдайы күрт мықты болып кетеді. Ол біріншіден. Екіншіден, Америка құрама штаттар жаңағылармен қарым-қатынасын нығайтамыз деп отыр ғой. Ол нені білдіреді? Ол америкалардың технологиялары, америкалық оборудование, құрал саймандар бәрі неге Ресейге жіберілетін болады. Ол да тағы Ресейдің әскери кешені, әскери комплексті күшейтуге пайдаланады орыстар. Сондықтан, егер Ресей қазірден бастап, немесе сол кезден бастап күшейетін болса, онда келесі кезегіміз біздің Қазақстанға келеді. Оған ешқандай дау ешкімде болмасын, ешқандай күмән болмасын, келесі кезегі ол Қазақстанға. Сондықтан, негізі осындай жағдай бізге өте тиімсіз, керек емес. Негізі Ресейдің ыдырауы, Ресейдің құлауы, Ресейдің бейшара болуы, біздің Қазақстанға өте тиімді бір жағынан. Сондықтан, менімше, Ресейге қазір ешқандай сенімдік атқаруға болмайды. Олар өздерінің беттерін, өздерін ашық көрсетті, өздерінің мақсатын. Ол да қазір, мысалы, кейбір ауыздары жабылмай жатыр. Тіпті Ресейдің өзінде емес, тіпті Қазақстанның өзінде де, мысалы, мына күтушілер өте тым көбейіп кетті, сепаратистер көбейіп кетті. Енді жаман айтпай жақсы жоқ дегенде несін, әйтеуір әзірше сәл олар бізге баса алмай отыр, өйткені олардың бастары қазір Украинамен қатып жүр. Ал енді мына тіпті айтсам өтірік болмас, тіпті қазақтардың арасында да Ресей әлемді күтушілер аз емес, олар да бар. Біз көріп жүрміз, ютубта болсын, басқа әлеуметтік желілерде, олар да аз емес. Және де мына біздің биліктің басында, соның өзінде де, мысалы, ресейшілдер өте көп, тым көп деп айтуға болады. Қазақстан мүддесін қорғап, Қазақстан мүддесін ойлайтын бәрі деп айта алмаймын. Ең көбі қаша бір 10-15% ойлайтын шығар Қазақстанда. Қалғандар 85%, 90% тек қана өз қалтасын ойлайды. Және Ресей үшін, Ресей әлемі бізге келсе екен деп ойлайды. Сондықтан, осы мына сіздің сұрағыңызға байланысты, егер Америка құрама штаттары Ресейдің санкцияларды алып тастайтын болса, Ресеймен экономикалық қарым-қатынасты нығайтатын болса, ол бізге өте қауіпті нәрсе. Ол біріншіден. Екіншіден, ол Украинадан да жоспардан тастамайды. Украинада да. Сондықтан Украинаға, егер Украинаға НАТО кірмейтін болса, Ресейдің енді Кремль тоқта алатын ешбір күш бола алмайды. Бізде әйтеуір мына Қытай бар, қалай болса да, жаман болсын, жақсы болсын, әйтеуір Қытаймен бір ортақ келісімге бізге келуге болады деп ойлаймын. Енді алдағы уақыт көрсетер. Демек, Украинаға тек Европаға мысалы жүгінуге болады. Жаңа сөзіңіздің басында айтып өттіңіз, жалпы мына келісімге, яғни 4 облысты жартылай бақылауға Ресейде келіспеуі мүмкін дедіңіз. Егер Ресей келіспей ары қарай соғысты жалғастырып жатса, Трамптың әрекеті қалай болмақ? Трамп белгілі бір деңгейде Путиннен көңілі қалып, оған қысым көрсете ме, жоқ әлде осы бос бөлбеу саясатымен жүре бере ме? Енді Трампты көрдіңіз бе, мысалы, ол негізі өз сөзіне тұратын адам емес болып шықты. Біресе 24 сағаттың ішінде соғысты тоқтата алам деді, біресе 100 күннің ішінде соғысты тоқтата алам деді, одан кейін жарты жыл керек деді, одан кейін тағы бір жыл осы биыл осы жылдың аяғында бітуі мүмкін деді. Сондықтан Трамп 2 сурет емес, 5 сурет еркек болып шықты.
қазақта мақал бар ғой, екі сөйлейтін еркек Иә. қалай еді, екі сөйлеген өлгені деп, иә. Сондықтан бұл жағынан Трамп түсінуге өте қиын. Және де біз көріп отырмыз ғой, әлі осы күнге дейін, иә, Трамптың келгені қанша, 4 айдан асып кетті, иә, 3 айдан асып кетті. Бірде-бір Ресейге қарсы санкция қолданған, қосымша санкциялар қолданған жоқ. Ол біріншіден. Және де мына Байден кезіндегі, Байден тұсында қабылданған санкциялардың кейбіреулердің мерзімдері биыл бітеді. Ол жайлы да мысалы еш нәрсе ол айтып жатқан жоқ. Ұзарта ма, әлде тоқтата ма деп. Көрдіңіз бе? Сондықтан Трамп жігерлі президент айтуға болмайды. Ол біресе былай сөйлейді, біресе былай сөйлейді. Сондықтан не деуші, жезөкшелер әйелдер сияқты. Біресе ананың сөзін сөйлейді, біресе мынаның сөзін сөйлейді. Ал нақты өзінің жоспары жоқ деп ойлаймын. Жақсы, мына Зеленский, мен президент Трамппен келсем, рас бізде оккупацияланған аумақты оқпен қайтаруға жеткілікті қару жоқ, бірақ бізде әлемде Ресейге санкция салу, экономикалық қысымды арттыру, саяси оқшаулау, сол арқылы бейбітшілікке мәжбүрлеу секілді қысым құралдары бар депті. Сондай-ақ ол Украина өзінің заңды аумақтарын Ресей заңсыз оккупациялап алған аумақтарды ешқашан Ресейдікі деп мойындамайды деп мәлімдеген екен. Жалпы Ресейдің бұл Зеленскийдің бұл мәлімдемесінен не түйуге болады? Жалпы кішкене жұмсарып Ресейдің позициясына келісімге келуге ыңғайланып жатқан жоқ па? Жоқ, олай деп ойламаймын. Ол керісінше бұл әлбетте ол өзінің күшін жетпейтін ол мойындап жатыр. Ол әлбетте ол енді президент болғаннан кейін ол айту керек. Бұл екі нәрсені білдіреді. Бірінші нәрсе ол бізге қару-жарақты көбірек беру керек. Өйткені бұл қазіргі беріп тұрған қару-жарақ жеткіліксіз. Бірінші пункт. Екінші пункт, Ресейге экономикалық санкцияны күшейту керек деді. Енді мағынасы сонда жатыр. Өйткені біз өзіміздің шамамыз келмейді деді. Сондықтан бұны дұрыс дипломатиялық тілінде оқитын болсақ, осы екі нәрсе. Бірінші, қару-жарақтарын көбейтіңдер, және Ресейге қысым жасаңдар экономикалық. Сол кезде ғана Ресей осы жаңағы бейбітшілікке қалай мәжбүрлеу саясатына көнеді. Сол кезде ғана. Басқа жол жоқ деген сөз осы. Кейбір азаматтар мына соғысты бастаған үшін Зеленский тарихта бір қаралатпен қалуы мүмкін деген бір болжамдарын сөзін айтып қалды. Жалпы Зеленский қандай атпен қалуы мүмкін тарихта? Жалпы соғысты бастаған тек қана президент саяси элита ма, жоқ әлде бұл жерде халықтың да жауапкершілігі бар ма? Яғни халық қалай қабылдауы мүмкін Зеленскийді? Бұны көрдіңіз бе? Қазір мысалы Ресейде, Украинада кейбіреулер президент науқан басталады деп жатыр, иә. Сондықтан бірнеше қарсыластар шығып жатыр. Оның үстіне мына Ресейдің пропагандасы мысалы еске алу керек. Ал негізі мен ойым, иә, керісінше мына соғыс 2014-те басталды, иә. Ал мына соңғы 22 жыл ашылған соғыс, керісінше сол кезде Зеленский президент болған, ол Украина халық үлкен абырой. Ол үлкен абырой болғанда Зеленский президент сайланғаны. Сондықтан Зеленский батыр, бірақ көрдіңіз бе, Зеленскийді бүгінгі уақытымен, бүгінгі жаңағы көзқарасымен бағалауға болмайды. Оны соғыс біткеннен кейін, иә, мысалы қанша бір 10-15 жыл өтсін. Содан кейін оны келесі буын баға қою керек. Мына қазіргі қойған баға ол жаңағы шындыққа жататын баға болып шықпайды. Оны тек қана тарих баға береді. Ал бірақ мен өзім көріп отырмын, Зеленскийде сол 15-20 жылдан кейін берілетін баға ол үлкен тарихта қалатын тұлға. Украина елінде. Сосын тағы бір нәрсе айтып кеттіңіз, Украина халқының кінәсі бар ма? Украина халқының еш кінәсі жоқ. Орыс халқының кінәсі жоқ.
ол тек қана мына ем кінәсі тек қана Путиннің өзінде. Егер Путин соғыс жарияламағанда, орыс халық өзі кірмейтін еді, қару алып қолына, иә. Олар өздерімен өзі арақ ішіп, ләліп жүретін еді шығар, мүмкін, білмедім оны. Мүмкін жаңа технологияларды жасап өмір сүретін еді, білмедім оны. Мүмкін өмір бейбіт өмір сүретін еді бет. Енді адам жаңа өз басына байланысты. Біреу арақ ішеді, біреу мысалы, иә, ғылыммен айналысады. Ал басқа мысалы қолына қару алып, мен ана мемлекетті басып алам деп, бейбіт халыққа неше уақытта бармайды. Ол тек қана сол биліктің басындағыларға байланысты. Егер бұйрық берсе, соғыс ашып, иә, адамдар барады, иә, ақша төлесе барады. Сондықтан халықтың еш кінәсі жоқ бұл жерде. Жақсы, жауапкершілік туралы айтқаным ғой. Жалпы Трамп мен Ресейге айтарлықтай қысым жасап жатырмын, сіздер оны білмейсіздер де, өйтпегенде Ресей қазір бізбен тілге келмес еді деп мәлімдеген екен. Трамп жалпы Ресейге, Путинге қандай да бір қысым жасады ма осы уақытқа дейін? Мен жаңа айтып кеттім, ешқандай жаңа қосымша нелер санкциялар қабылданған жоқ. Жаңа Трамп айтады, білмейсіңдер деп. Білмесек айтсын. Путин келмесе, қай келісімге келді Путин? Қай ұсынысты қабылдады? Ол да жоқ. Трамп айтып отыр ғой, мысалы, келісімге келмесе деп. Қандай келісімге келді? Қаншама ұсыныс жасалды неден Украина тарапынан, иә, Европа тарапынан, тіпті Американ тарапынан өзінен, иә, қаншама ұсыныстар жасалды. Ешбір ұсынысқа Путин келіскен жоқ. Ресейде Трамптың 100 күн болғанына байланысты, қателеспесем, үлкен бір конференция жиын өткен екен. Сонда Трампты мақтап, жалпы қазіргі пропаганда журналистері деп мақтап жатыр. Егер Ресейге зиян бір шешім келтірсе, Ресей пропагандашылары Трампты мақтаушы ма еді? Оны көрдіңіз, мысалы мен де өзім, иә, Трампты біз Назарбаев сияқты адам деп көремін. Ол мақтанғанын жақсы көреді. Ол өзінің жаңа культ личность еді ғой, иә, соны жақсы көреді. Ол үнемі бұрын болған президенттерді жамандап жүреді. Америка тарихында ең ұлы президенттің менмін, Вашингтон емес менмін деді ғой. Ол Трамптың сөзінен шыққан. Трамп өзін мақтаған жақсы көреді. Егер мен болғанда соғыс болмайтын еді деген, ол біз Назарбаевтың айтылып жатқан кезінде айтып жатқан сөздері ғой. Мен деп мақтаншақ несі. Трамп та сондай. Онда орыстар жаңағы Кремль оны біліп алды. Трампты жаңағы мақтау керек, оны ұлықтау керек. Сол кезде Трамп жаңағы несін Ресей жаққа шығуы мүмкін деп. Сонда журналистерге сонда бұйрық берген, сені Трампты аямай мақтай беріңіз, мәз болсын деп. Соған мәз болып жүр Трамп. Ол өз президент екен, әлі білмеймін, толық мағынасына түсінді ма, түсінбеді ма. Негізі президент кез келген мақтауға былай абайлап қарау керек, нөл позициядан қарау керек қой. Сондықтан жалпы көкейде бір сұрақ туады. Жалпы Америкада демократия бар ма? Шын мәнінде халық өзі әсер ете ала ма? Мысалы, Клара Клинтонмен түскен кезде Трамп Клара Клинтонға халық көп дауыс берді, бірақ мына сайлаушылар алқасы арқылы Трамп сайлауда жеңіске жетті. Жалпы сайлау мына 538 мүшесі бар сайлаушылар алқасы анықтайды ақш-та сайлауды. Осы кімдер, мысалы 538 деген кімдер? Қандай демократия бар ма ақш-та? Демократия бар. Енді ол мен қазір сізге түсіндіріп берейін. Америка құрама штатында 50 штат бар құрамында. Бірақ әр штаттың халықтың саны өзгеше ғой. Бір-біріне сәйкес. Мысалы, кейбір штаттарда 1,5 миллион халық бар. Кейбір штаттарда 3 миллион, кейбір штаттарында мысалы 20 миллион бар. Калифорнияда 25 миллион халық бар. Сондықтан ол, ал бірақ демек әр штат ол дербес мемлекет. Өйткені Америка құрама штаты ол конфедералдық мемлекет, ол дербес мемлекет. Сондықтан бір жағынан әр штат дербестік сақтау үшін
дербестік сақтау үшін, иә, өзінің дауысын білдірту керек. Білдірту керек, иә, оны есептеу керек. Бірақ екінші жағынан халықтың саны да есепке алыну керек. Сондықтан мысалы, мына миллион адам бар мемлекетте, мысалы, дейікші, 2 өкіл болса, мына 25 миллион адам тұрғындар бар штатынан, мысалы, 50 дауыс шығады. Сондықтан әр штаттан, мысалы, мынадан 50, мынадан 2. Сайлаушылар алқасын кім сайлайды? Ол тағайындала ма, сайлана ма? Мысалы, дейікші, мына Калифорния дейікші, мысалы, Калифорнияда 25 миллион халық бар, иә? Сол 25 миллион адам дауыс береді Трампқа, мысалы. Трампқа ма? Жоқ, әлде Байденға деп. Кім? Хиллари кім еді? Хиллари қазіргі Камала Харрис, иә? Егер Трамп жеңді, иә? Мысалы, 15 миллион адам Трампқа берді, 10 миллион адам, мысалы, кімге? Камала Харрисқа берді, иә? 15 миллион халық есептелмейді. Сол 25 адам, жаңағы 25 өкілі, сол Калифорния штатын нәтижесін 25 адам деп есептелінеді. Түсінгенім, мысалы, бір штаттағы дауысқа байланысты, кім, қай халықтың саны байланысты. Халықтың саны басым, егер Трампты таңдаса, Трампқа жаңағы... Сол 25 дауыс толық Трампқа кетеді. Анау 0 болып қалады. Анау 0 болып қалады, иә. Ал егер Харристікі, мысалы, халықты көбі, дені Харрисқа дауыс берілсе, сол 25 адам толық Харристікі болып есептелінеді. Түсінікті. Олардың жүйесі сондай. Бұны қойып атқан себебім, кейбір азаматтардың арасында ақшта демократия жоқ, оны жоғарыдан бір массондар тағайындайды, кез келген сол массондар арқылы шешіледі деген әңгімелер айтылып қалады ғой. Осы қаншалықты рас деген секілді әңгіме. Жоқ, мысалы, жаңағы қазіргі жүйесі, я мен жаңа айттым ғой, мысалы, я дейікші, Харриске берілді 25 адам, көбі дауыс Харриске 25 адам, я. Сонда штат ретінде, мына екінші деңгейіндегі, штат деңгейінде Калифорния Харриске дауыс берді деген шығады. Анау, мысалы, 2 адам бар, ол, мысалы, Трампқа дауыс берді. Сонда екеу, көрдіңіз, жиналды, толық, мысалы, Харрис жеңеді, немесе Трамп жеңеді. Оны түсіну қиын, бірақ... Түсіну қиын. Ал, мысалы, былай ғой, қазір біз Трампты ғана айыптап отырмыз, Трамп барлығын Трамп бастап отқандай. Бірақ осы бір әдейлеп жасалған жоқ па? Мысалы, Ресей мен Украина мәселесін шешу үшін әдейлеп Трампты президент ету мүмкін ба деген мәселе ғой. Біз ақш айыпты ма, Трамп айыпты ма? Біз қазір Трампты айыптап отырмыз. Шын мәнінде кім жауапты? ақш па, әлде Трамп па? Жоқ, ақш жауапты емес. ақш ол мемлекет қой, иә? Мысалы, Байден кезінде ақш басқаша, Трамп кезінде ақш басқаша. Ол тек қана не ғой, саясатқа байланысты. Ертең Трамп бар ма, жоқ па, ақш қала береді. Басқа президент келеді. Сондықтан ақш ол мемлекет ретінде ол жаңағы ол бір әңгіме. Ол тек қана мына қазір Трамптың 4 жылдық мерзіміне байланысты болып отыр ғой. Сондықтан бұл жерде жалпы айтқанда Трамп Ресейге қарсы еш нәрсе әлі істеп көрген емес, істеген жоқ. Ол тек қана мына Ресейдің позициясын қолдап жүр әзірше. Мысалы, мына соғыстың созылуы ол тікелей Трамптың кінәсі. Негізі жалпы, егер Трамп соғысты тоқтатамын дейтін болса, ол шын мәнінде 24 сағаттың ішінде тоқтата алады. Қазір Ресейге эмбарго салсыншы, эмбарго жеткілікті. Мысалы, эмбарго деген не? Кезінде Кубаға эмбарго салынды, Мысалы, Кубаға кірген кемелер, теңіз кемелер, 6 ай бойы ешбір Америка құрама штаттары немесе Еуропа одақтарының мемлекеттеріне кіруіне тыйым салынады. Көрдіңіз бе? Сондықтан, мысалы, қазір тура осылай эмбарго неге салынсыншы Ресейге? Ресейдің акваторияға кірген теңіздердің, кемелердің бәрі бір кіріп алдыңдар ма? 6 ай бойы, тіпті 1 жыл болса, 1 жыл бойы
не Америка құрама штаттарының портына, немесе Еуропа одақтың портына, немесе Америка құрама штаттарының жаңағы союзниктері дейді ғой, одақтас мемлекеттеріне кіре алмайсыңдар деп қабылдаса, бітті. Ешбір кеме жаңағы бір нені өзінің несін мұнайға толтыру үшін кірмейді. Өйткені одан басқа оны мысалы Үндістанға апаратын неге портыға бара алмайды. Өйткені олар сол эмбаргоны қабылдаған мемлекет болып шығады. Осыны салса, немесе бір ұшақ, бір пойыз, бір автокөлік Ресейдің территорияға кірген кезде эмбаргоға ілінеді олар. 12 ай бойы ешбір мемлекетке кіре алмайды. Осыны егер осыны қабылдаса, Ресей 24 сағат ішінде құрайды. Байден неге осыны жасамады? Енді бір жағынан оларға көріңіз, Ресей бір жағынан пайдалы болған шығар. Өйткені Ресейдің олар о кезде алюминий керек болды, уран керек болды, сирек кездесетін жер металдары керек болды. Тіпті Еуропаға Ресейдің газы да керек болды, мұнай да керек болды. Мына Үндістан, Пакистан дегіші, о кезде олар мүмкін ойлағанда шығар, бір санкциямен орыстарды Ресейді қорқытып, мүмкін сол өзімізге керек деңгейге жеткіземіз деп, Бірақ ол шықпады. Енді ол шықпаса, ары қарай ойлану керек қой. Ары қарай жаңағы шараларды қолдау керек қой. Тіпті Свифтеден де алып тастады, оған да Кремль көнбеді. Ал енді ең мықты санкция ол эмбарго. Эмбарго деген сөз ол бітті, өлді деген сөз. Өйткені Қытайдан нені таситын, Ресейге таситын жаңағы темір жол локомотивтер, вагондар, контейнерлер. Егер эмбарго жариялаған кезде, егер Қытайға келсе, Ресейге кірсе, сол жаңағы контейнер таситын компания Қытайдың портынан ешбір мемлекет шыға алмайды. Америка болсын, Еуропа болсын, өйткені ол эмбарго. Сондықтан олар өздерінің жан сақтау үшін, өздерінің жаңа экономикалық мүдделін қорғау үшін, олар Ресейге кірмейтін болады. Тіпті мына көліктің өзі. Мысалы, Қазақстанның көлігі Ресейге кірді ме? Бітті. Ресейге бір кіріп алғаннан кейін, сен басқа мемлекетке сен кіре алмайсың. Ұшақтар да солай. Кемелер де солай. Бұл эмбарго деген, мен айтып отыр ғой, Ресей 24 сағатта өледі деген сөз. Жақсы. Тағы бір сұрақ, 26 жылдың қазан немесе қараша айында ақш-та жалпы сенат сайлау өтеді, өкілдер палатасы деген мәселе сайлау өтеді. 2026 жылғы конгресс сайлауында, егер қазір республикалық партия басымдықта ғой, егер демократиялық партия өкілдері жеңіске жетсе, Трамптың жағдайы қалай болады? Егер демократиялық партия жеңіске келетін болса, Трамптың жағдайы өте қиын болады. Өйткені қазірдің өзінде ол палаталардың, өкілдер палаталары және сенат, оның басымдығы тек қана 2 және 3 адам болып тұр. Ал егер қазір мысалы сол 2-3 адамның айырылып қалатын болса, онда Трамптың ешбір заңнамасы өтпейтін болады. Біз Трамптың инаугурацияны конгресске барған жиында сөйледік қой. Соны байқадыңыз ба, демократтар бірде-бір қол шапалақтау болғанда жоқ, бірде-бір тұрғанда жоқ, тіпті біреуін залдан қуып шықты Трампқа қарсы сөйлеген сөз үшін. Ал дауыс берген кезде, егер сол демократтар бір дауысы болсын, көпшілік болса, бітті Трамптың бірде-бір заңнамасы өтпейді. Мына сенатта да дәл солай. Сондықтан мен ешқандай күмәнім жоқ, егер Трамп осы жазда сайлауға дейін, Ресейдегі Украинамен соғысты тоқта алмаса, онда Трамп толық жеңеді. Трамптың партиясы, республикалық партия толық жеңіледі. Сондықтан Трамп түгіл, бүкіл республикалық партиялардың болашағы ол бір үлкен сұрақ болып кетуі мүмкін. Жақсы, енді елдегі жағдайға біраз тоқталсақ, жуырда Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың осыдан 3 жыл бұрын жалпы квази мемлекеттер туралы айтқан пікіріне байланысты
қарсы сын айтты. Жалпы арада біраз уақыт өткен кезде Сергей Лавровтың президентті сынауын сіз қалай қабылдадыңыз? Орынды ма, орынсыз ба деген секілді. Ол Тоқаевқа бір нәрсе үшін ренжіп жүрген шығар. Енді Қырымды мойындамады ғой. Донецк, Луганск облыстарын мойындамаймыз деді квази мемлекеттер ретінде. Егер мойындаймыз дейтін болса, онда ол Қытайға жаман болып кетеміз. Өйткені Қытайда не бар? Тайвань бар. Сосын мына Синьцзян уйгур автономиялық ауданы бар, Тибет бар. Егер біз Қазақстан сол Ресейдің Луганск, Донецк, Қырымның жаңағы референдум өткізіп Украина құрамынан шыққанын егер біз қолдайтын болсақ, онда ол да Қытайға бір айып қой. Шын мәнінде Тайвань дербес мемлекет болу толық құқығы бар. Тибет дербес мемлекет болуына толық құқық бар. Уйғырлар Қытайдан бөлінуге толық құқық бар. Ішкі Монголияға мысалы толық бөлінуге толық құқық бар. Сондықтан бұл шын мәнінде өте қызық нәрсе. Сонда Тоқаев тіпті Ресейді қолдаймын десе де, тіпті солардың жаққа шығам десе де, онда біз Қытайдан таяқ жейтін боламыз. Ал Қытайдан таяқ жегеніміз ол бізге өте қиын жағдай. Сондықтан бұл жерде Тоқаевтың Ресейге қарсы шыққан емес, бұл жерде Тоқаевтың Қытайдан қорыққаны болып тұр. Ең біріншіден. Ал бізге мысалы, жай қарапайым қазақтарға, бізге жалпы Қытай болсын, Ресей болсын, бізде жалпы жер тұтастығы ең маңыздысы. Сондықтан біздің халық мысалы көпіге, Тоқаев молодец, мысалы, бәрекелді, Украинаның бөлуіне жаңа қарсы шықты. Кейбіреулер айтады, тіпті Путинге де Кремльге де қарсы шықты. Мен жаңа айтып кетті, ол қарсы шыққан емес. Ол мәжбүр болып тұр. Ал бізге ол өте қуанышты ақпарат. Ыңғайлы дейсіз. Ыңғайлы, өйткені егер қазір біз оны қолданатын болсақ, онда ертең жаңағы солтүстік облыстарды бөлеміз деуі мүмкін. Оларды мінекей Тоқаев қолдады ғой. Онда осыны да қолдау мәжбүр боласың. Осы тұрғыда да қарағанда мысалы. Ал әрине ол Лавровтың өздеріне ыңғайсыз, қазақтың Тоқаевтың ұстанымы оларға ыңғайсыз. Сондықтан олар қарсылықты білдіріп жүр. Алдымен Қытаймен келісім шарт отырсын, алдымен орыстар. Қытайға тістері батпай отыр. Қазақтарға әрине тістері батып отыр. Сонда олар бізге өздерінің ақылды айтпақшы, өзінің саясатын үйретпекші. Өздерінің несін жағдайын дұрыстап алсын алдымен. Солай ғой. Сондықтан біздің қазақтар жұмыстар болмасын. Келіп көрсін, бірінші Калашниковты мен өзім аламын ғой. Жақсы. Еліміз бессмертный полк акциясына тыйым салғанына байланысты ресейлік бұқаралық ақпарат құралдары Қазақстан Украинаның жолымен кетіп бара жатыр деп дабыл қағып жатыр. Жалпы биліктің аталған акцияға тыйым салуына ресейліктер неге сонша шамданды? Бұны көрдіңіз бе? Бұл мен үшін үлкен күрделі сұрақ. Өйткені мен әкем соғысқа қатысқан. Соғыста 3 рет жарақат алған. 1940 жыл барған әскерге 5 жылдан кейін қайтып келді. Бұл жеңіс орыстардың жеңісі ғана емес қой. Біздің Қазақстанның қанша 1.200.000 адам соғысқа барған, оның ішінде мен әкейм, оның нағашы атамның 2 Курский дугада қаза тапты, қайтыс болған неден соғыстан. Сондықтан бұл тек орыстың жеңісі емес, бұл бүкіл Совет одағының жеңісі. Егер қазақтар болмағанда, Совет одағы женбейтін еді. Өйткені 10 оқтың 9-ы Қазақстанда құйылған.
мына танкіге неге басқа пушкаларға бронь жасайтын марганец Украина басып алғаннан кейін тек қана Қазақстаннан шыққан. Егер Қазақстан марганец болмағанда орыстарды орыстар енді Кеңес одағында танкілер болмайтын еді. Өйткені жаңағы оны қорғайтын бронь металл болмайтын еді. Сондықтан бұл Қазақстанның үлесі енді жарты деп айтсам да өтірік болмас. Жеңіске қосқан үлесі зор. Ал енді оған ресейліктер неге мысалы бессмертный полкқа тыйым салған биліктің әрекеті дұрыс болды ма? Біздің. Енді мен қазір дұрыс болмады десем, қазір мына сіздердің жаңа коммент жазушылар, бұл орысшыл, анау ресейшіл деп айту мүмкін. Бірақ демек мысалы неге жасамасқа? Оның несі бар? Бірақ Ресейдің идеологиялық құралдарының бірі ғой. Ол неге Ресейдің идеология? Айтыңызшы. Мысалы, мен әкем соғыста болды. Мен өз әкемді мысалы неге митингге апарып суретін неге көрсетпеске? Мен балаларым, атамыз соғысқа қатысты деп, Оның Ресейдің идеологиясы қандай қатысы бар? Солардан бастау болды бұл шара. Енді әлемде көп нәрселер мысалы бір мемлекетте басталады, басқа мемлекетте мысалы қолдануға береді мысалы, Онда тұрған несі бар? Сонда біздің позициямыз сонда ол Ресей, орыстар, ол сендердің соғысы, сендер өз жерінде оны жаңағы несін тойландыр деп, Біздің Қазақстанымыздың ешқандай қатысы оған жоқ. Қазақстан жерінде, Қазақстанда оны өткізбейсіңдер деп. Ал сонда мына қанша 400 мың ба, 450 мың өзіміздің қара көзіміз, қазақтарымыз, соғыста қаза тапқан. Сонда біз оларды не істейміз? Оларды қайтеміз? Біз құрамды басқа шаралар ұйымдастырсақ болмай ма? Мысалы, енді біз шығыс халқымыз басқаша. Болады. Мына бессмертный полктың, мысалы, ресейшіл, орысшылдың қай жері айтыңызшы маған? Идеология солардан басталды. Ол Григорий лентасы бар ана. Жоқ, жаңа Григорский лента болмай қойсын, мысалы, Енді мысалы қаншама қазақтар айтшы, кәдімгі айтайыншы, қазақтар кәдімгі өзіміздің қара көзіміз, қазақтар, орыс болмасын, қазақтар, 400, енді жарты миллионға жоқ қаза тапты соғыста. Неге оларды еске алмасқа, неге олардың суреттер мысалы далаға шығып көрсетпеске? Ол қай жері қисынсыз? Жалпы Ресейдің идеологиямыз дейді, қай жерде бұл біздің соғысымыз. Ол біздің соғысымыз. Біз соғыстық. Әлеуметтік желіде, жалпы қоғамда мына екінші дүниежүзілік соғыс, яғни біздің соғыс емес, оны ұлы отан соғысы деп дәріптеудің қажеті жоқ, бұл орыстардың соғысы болатын деген секілді әңгімелер айтылады. Бір қарасаң, дұрыс әңгіме. Бірақ екінші жағынан қарасаңыз, біз сол соғысқа қатысу арқылы, біздің азаматтар сол соғыста өзінің қанын төгу арқылы тәуелсіздікке жетуге мүмкіндік алды ғой. Мысалы, орыстың генералдарымен иық тіресіп тұра алатындай жағдайға жетті. Бір жағынан біз оны сызып тастай алмаймыз ғой. Мысалы, Рахымжан Қошқарбаев ту тікті. Сол кезде қайбір, мен қателеспесем, бір естелікте жазады, бір Рахымжан Қошқарбаевтың алдына түсіп кеткен кезде қағып тастап, менің орным бар деген секілді. Нұркен Әбдіров бар, Бауыржан Момышұлы бар, Панфилов бар, өзіміздің генералымыз, Яғни бұл соғыстың енді жақсы, соғыс жаман емес, жақсы емес, соғыс ауыр қасірет, бірақ бұл соғыстан біз өзіміздің мықты екендігімізді мойындаттық қой. Әлихан Бөкейханның сөзі бар, алыспаған жұрт, жұлыспаған жұрт теңдікке жетпейді деген мәселе. Біз осы соғысқа қатысу арқылы өзіміздің мықты халық екендігімізді дәлелдей алдық қой. Дәлелдей алдық. Және Гитлердің сөзі бар. Оны мүмкін көп адамдар білмейтін шығар, сіздердің көрермендердің арасында. Гитлердің бір сөзі бар. Кеңес одағы басып алғаннан кейін, жабайы қазақтарды ағашта жасалған дораға қамап, бүкіл Германияны аралатам деді ғой. Жабай халықты көрсін деп. Гитлердің айтқан сөзі. Сондықтан жаңа айтып отырсыз, соғыста, екінші дүниежүзілік соғыстағы
жеңіс арқылы біз өзіміз тәуелсіздігімізге жеттік. Оған ешқандай дау болмаса. Ал енді жаңа мен айтып отырмын, мына 800 мыңнан астам, 1 миллион 200 мыңнан астам қазақтардың мысалы соғысқа қатысқаны болды, олардың қандай кінәсі бар? Олардың кінәсі бар ма соғысқа қатысқанына? Мысалы қазір ол отан соғысы деп атаудың қажеті жоқ, екінші дүниежүзілік соғысты Кремль мен Сталин мен Гитлер өзара жаңағы ашқан соғысы деп, жарайды, солай болсын, болды дейік, ал мына Ауғанстанға қатысқан өзіміздің 79 жылдан бастап, өзіміздің қыршындарды, олар не кінәсі бар? Мәжбүрлі түрде кетті. Олар не үшін біз айыптаймыз? Өлді қанша 13 мыңнан астам жастар қаза тапты Ауған соғысында. Ол қазіргі әрине мысалы бір 20-30 жыл өткеннен кейін оның мысалы қанша былай өзінше философия ретінде мысалы оны жақсы талқылауға болады, мысалы. Балаңыздың сапалы білім алып, ұлттық тәрбиемен сусындап, өз қатарынан оза шапқанын қалайсыз ба? Онда балаңызды Қазбілім ұлттық лицейлеріне әкеліңіз. Қазбілім ұлттық лицейлері Астана, Алматы, Шымкент, Қарағанды, Қызылорда, Қостанай, Ақтау, Атырау қалаларында жұмыс жасайды. Бір сыныпта 18 оқушы таңғы 8:30-нан 4:30-ға дейін толыққанды бір ауысымда білім алады. Ұлттық бірыңғай тестке дайындық, айлысқа дайындық, Назарбаев зияткерлік мектебіне, білім инновация лицейіне, Назарбаев университетіне, шетелдік және қазақстандық топ университеттерге дайындық жүргізіледі. Балаңыздың үздік нәтижеге жеткенін қаласаңыз, дәл қазір көрсетілген телефон нөмірге хабарласыңыз. Сондай-ақ Сергей Лавров Өзбекстанға барған кезде қайғы жамылған ана мемориалында өзбекше және ағылшынша жазылған жазуға қарап, неге орысша жоқ деп, жазу жоқ деп айтқан екен. Осыған байланысты ұлттық жаңғыру партиясының жетекшісі Әлішер Қадыров өзге елдің министрі келіп, біздің ішкі ісімізге ішкі шешімдерімізді сынау дұрыс емес, біз біреудің отары емеспіз деген екен. Жалпы Өзбекстанда енді қалыптасқан жағдай бойынша депутат өз пікірін жария түрде рұқсатсыз айта алмайды. Ал енді бұл деген сөз демек ресми биліктің ұстанымын жеткізіп отыр деп есептеуге бола ма? Жалпы Лавровтың осылай айтуының бір менмендік емес па? Айтуға болады, бірақ айтып отырмын ғой, мына Ресей, Кремль болсын, Лавров болсын, Путин болсын, олар сол бұрын отар болған мемлекеттерді қайтадан Ресейдің несіне ықпалына әкелгісі келіп отыр, бірақ ол бітті, ол жол жабылды, оған ешқандай бір енді қайтарылатын ешқандай жол жоқ, ол белгілі нәрсе. Бірақ демек олар сол өзінің позициясын ұстануда. Менімше, енді Өзбекстанды айтпайық, Қазақстанды айтайықшы, менімше бізде қазір орыс тілін емес, бізде орыс тілін алып тастау керек мектептерден. Оны қазір мүмкін кейбіреулер қарсы шығатын шығар. Бізге орыс тілі емес, бізге мектепте ағылшын тілін үйрету керек. Ағылшын тілін үйрету керек. Өйткені нені алсақ, мына орыстардың саны әлемдегі 1,3% ғана келеді. Орыстардың саны. Және де көп мемлекет өзара орыс тілінде емес, ағылшын тілінде сөйлеседі, хабарласады. Бүкіл технологиялар, бүкіл ғылым нелер, жетістіктер, бүкіл технологиялар ағылшын тілінде дамып бара жатыр. Сондықтан бізге ең алдымен қазір орыс тіліне емес, ең бастысы бізге ағылшын тіліне басымдық беру керек. Мән беру керек, көп басымдық беру керек. Және де оған орыстардың өздері қарсы шықпайды, егер біз орыстардан қорқатын болсақ. Сосын мысалы, жаңа Лавровты айтып отырсыз ғой, ал мысалы Ресейде қазақ мектебі қанша бар? Жоқ. Татарстанның өзінде қазір Қазанда ма татар мектептері жоқ.
мына Ресейдегі билікте отырған адамдар, олар тек қана орыс тілін мойындайды, қалған тілдерді олар мойындамайды. Сондықтан бізге де тура сондай саясатты жүргізуіміз керекпіз. Қазақ тілін мойындауымыз керек, қолдауымыз керек. Басқа тілдердің бізге қажет жоқ. Тек қана өзімізге, әлемге жаңағы интеграция жасай алатын ол ағылшын тілін. Меніңше бізге осыған көп мән беру керекпін. Олар наразы болса бола берсін. Енді әркімнің аузына қара бермейміз ғой біз. Сосын меніңше біз қазір айтып жүрміз ғой, мына орыс тілді, оны доғару керек. Қазір қазақ тілді және қазақ тілді емес. Өйткені мысалы шешендер бар, армяндар бар, әзербайжандар бар, өзбектер бар. Біз оларды қазақ болмаса, біз орыс тілді дейміз. Олар орыс тілді емес. Олар қазақ тілді емес. Сондықтан орыс тілді деген ұғымды меніңше уже бізге доғару керек. Тастау керек дейсіз ғой. Ондай пайдалануды шығару керек. Сосын мен ойымша орыс мектептерді шетінен жауып тастау керек. Олардың да қажеті жоқ. Мысалы Ресейден келген адамдарды мысалы біз қазақ тіліне емтихан алмаймыз ғой. Ал Ресейге барып көрсеңіз, олар орыс тілінен емтихан тапсыру керек. Бізде қазақ тілінен емтихан тапсырамыз деді, бірақ ол кішкене солқылдақтау секілді. Уәлихан аға, енді бұл мәселе туралы таңнан таңға айтуға болады. Студиямызға келіп, уақыт тауып, бізге сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Құрметті Ордалайф каналының көрермендері, егер сіздерге біздің сұхбатымыз ұнаса, каналға жазылып қоңырау түймесін басуды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ Ордалайф каналы шығарған Алаш және дін деректі фильмін көруді ұсынамын. Аман, сау болыңыздар.